Саламатсыздар ма, алтын қыздар? Алтын жіптігін курсына қош келдіңіздер. Көп қыздардың сұранысы бойынша осындай детский қажекей тігетін боламыз. Оған бізге керекті құралдар. Осындай велюр мата керек болады. Бір жарты метр болса жетеді. Одан кейін жарты метр астар керек болады. Сосын түстес осындай бір 2-3 метр лента, осындай косой бейка лента болады. Сондай 3-4 метр алсаңыздар да болады. Сантиметровый лента, сызғыш, түйрегіштер, қайшы, сосын қолғайшы, бор. Одан кейін сіздерге бір пальтодан қалған, немесе бір нәрседен қалған шерсть мата болса да болады. Драп мата, шерсть мата, немесе синтепон болады ғой, жарты метр синтепон алсаңыздар да болады. Жалпы бұл бізге қажекейімізді сырып тігетін боламыз да, бұл арасындағы жылулық беретін роль атқарады. Сол тура матаның үстінен енді сызбасын сызып шығамыз. Бізге керекті өлшемдер: белдің ұзындығы алдынан, ДПТ деген өлшем, белдің ұзындығы алдынан 30 сантиметр. Тігіске 1 сантиметр алып қалып, мына жерге 31 сантиметр, мына жерден 0,5, мына жерден 0,5, мұны 31 сантиметр өлшеп аламыз да, осы жерден бұлай сызып шығамыз. Бұл біздің белдің линиясы. Енді осы жерді тең 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлеміз дағыны 1 сантиметр төменге түсіреміз. Осы жерді мұны төменге түсіреміз. Так, 14,5. 14,5. Осы жерден де сызып аласыздар. Қағаздың үстінен сызба ретінде сызып шықсаңыздар да болады да. Енді мына жерден 6 сантиметр өлшеп, сосын төменге 1,5 сантиметр өлшеп аласыздар. Сосын осылай думалақтау қылып мойнын қосамыз. Кейіннен мына жерде иықтың ұзындығы бар. Иықтың ұзындығы длина плеча дейді, 8 сантиметр. 8 сантиметр мына жерден өлшеп аламыз. Сосын 1,5-2 сантиметр түсеміз, 2 сантиметр. И осы 2 сантиметрмен мына жерді қосамыз. Енді осы жерді мынанша қосамыз. Міне 30 обхват груди, көкірек айналасы менде 68 сантиметр болды ғой, оның жартысы 31 сантиметр, плюс 1-2 сантиметр. Себебі бұл сыртқы киім болғандықтан 1-2 сантиметр қосамыз. 31-ге 2-ні қосса 33 болады да. Міне 33 болады. Так. Міне. Сосын осы жерден тіке перпендикуляр сызып аламыз. Енді осы жерді 33 сантиметр деп бағана есептедік, дұрыс па? Сіздер өздеріңіз өлшемдеріңізбен жасасаңыздар болады. Енді осыны қақ 2-ге бөлеміз. Міне. 34 болып тұр ғой менде мына жерде. Енді мынау мелдің қалыңдығымен болып тұр да. 34 сантиметр, оның жартысы 17 болады. Осы мына жартыдан осы жерден де перпендикуляр сызып аламыз бұлай. Мына осылай болады. Кейінен мына жерден, осы жерден, мына точкадан, мына тіке сызып алып қырып тастадым да мен. Мына жерде біз 6 сантиметр өлшеген болсақ, мына жақтан да біз 6 сантиметр өлшейміз да. 6 сантиметр. Төменге қарай 8 сантиметр түсіреміз да. Сосын мынандай думалақтау қылып соза өлшейміз. Себебі біздің мойнымыз думалақ, сондықтан осылай думалақтау жасаймыз. Немесе кейінен қажекейі осындай болады десеңіздер, мынандай осындай вариантта да істеуге болады да. Мына көкіректің линиясына дейін, осылай сызып алсаңыздар да болады. Сонда мына ілгіштер осы жерден болады да негізі. Енді осы жерден дәл солай 8 сантиметр өлшеп аламыз. 8 сантиметр.
И 1,5 сантиметр түсіреміз төменге қарай. Осы 8 болу керек. Мына жерде 8 болу керек. Мына. И мына жерде де 8 болу керек. Енді мына ортасын тауып алдық. Мына жерден тіке перпендикуляр сызбасаңыздар да болады. Осы жерден бисектрисасы 1,5 болады. Осы жерден былай думалақ қылып әкелесіздер. Міне. Думалақ қылып әкелесіздер да. Енді мына жерде де солай болып келеді. Алды. Бірақ та кішкене түсіп, осы жерді екіге бөлесіздер ғой, сонда 7,5 болады да, мына менде. Мына осы жерді өлшеп аласыздар да, осы жерді. Осының жартысы 7,5 болады. Осы жерден мына 1,5 сантиметр перпендикуляр бересіздер. Сосын былай қосасыздар, и осылай думалақтау етіп қосып аласыздар. Себебі бұл алды, я? Мына. Мына жерден даже 2 сантиметр түсірсеңіздер де болады. Так, енді алды, арқасы дайын болды бізде. Мына, осылай думалақ болу керек. Мына жақта бізде тігіс болмайды. Тек қана артта тігіс болады, и алдында тігіс болады. Осылай пішіп аламыз. Ұзындығын өздеріңіз шешесіздер. Мына. Жилет болғандықтан мына жерге тігіске бермейміз, да? Мінекей. Сосын осы сызықтармен міне өлшеп алдық. Енді мына жерде де тіке неше сантиметр болды? Міне 9 сантиметр өлшеп алсақ та мына жерден. Ол міндетті түрде 9 болу қажет емес. Сіздер жалпы мына жерден 0,5 сантиметр түсіреміз. Себебі қарны бар, мына киім көтереді дейді да, содан кейін былай түсіреміз 0,5. Алдыңғы жағынан. Енді осымен қиып тастаймыз. Қажекейдің ұзындығы қандай болсын десеңіздер, сондай болады. Мен өзім матам осыған жетіп тұр. Осы. Енді тура осымен үстіне қойып, астарды да осылай пішіп аламыз. Сосын белеуді да осылай пішіп аламыз да. Жалпы осындай болады. Осылай қойып, тура үстінен қоясыздар. Бұл сіздерге ликалы болады. Қағазға түсіріп алсаңыздар да болады да. Дәл осылай қойып пішіп аламыз. Түйрегіштермен түйреп алсаңыздар да болады да, жылжымайды сонда. Так, мінекей, бұл дайын болды. Енді велюр, дублерин, мынаның үстіне дублерин жапсырамыз. Себебі мынау жұмсақ. Егер де велюрыңыз сіздің қатты болса, кейбіреулер осы перденің велюрынан жасайды,
осындай қатты велюрдан жасайды, королевскийдан. Ол кезде бізге дублерин қажет емес. Егер де осындай міне жұмсақ болып жатса, сол кезде үстінен дублерин жабыстырамыз. Ал мен астарды, мына велюрды, дублеринді қиып, үтіктеп алдым. Дублерин не десеңіздер, ол мынандай мата, мынандай жұқа, жұмсақ мата. Мына қарасаңыздар, осындай жұмсақ мата. Бір бетінде клей жоқ, бір бетінде клейі бар. Мына көрдіңіздер ме? Аппақ болып тұрған, бұл клей жағы. Осыны қиып болғаннан кейін клей жағын велюрға үтіктеп, үстіне марля қойып, парменен үтіктеп, осылай жабыстырып аламыз. Осылай жабыстырып аласыздар да, сосын артықтарын, мына көрдіңіздер ме, бағанағыдан велюр кішкене қатайыңқырады, қатайды. Енді осы артық дублериндерді қырқып аламыз. Осылай артығын қырқып аламыз. Бұл жалпы дублерин не үшін керек десеңіздер, ұстап тұрады. Егер де қатты мата болса, дублерин жабыстыру қажет емес. Осылай артықтарын қиып тастаймыз. Осылай қиып тастаймыз. Одан кейін осылай қиып тастайсыздар. Кейіннен мына жерде тігіс болады деп айтып едік қой, 1,5 сантиметр мына енмен тігіс жасаймыз. Осы жерде сіздер тігіс жасамасаңыздар да болады. Бүктелген жерге қойсаңыздар да болады да. Матаны бүктелген жеріне қойсаңыздар, мына жерде тігіс болмайды. Мен жалпы өзім үнемі сырт киім болсын, көйлек болсын, мен артта тігіс берем. Өзі ол әдетке айналғанды. Сосын мына астардан да солай жасаймыз. 1,5 сантиметр енмен осылай түйреп аламыз да, 1,5 сантиметр енмен тігіс жүргізіп аламыз. Мына түйреп алдық, дайындап. Енді мынаны да осылай түйреп дайындап аламыз. Екі бүктейміз, жабыстырып болғаннан кейін. Екі деталь бірдей болу керек. Екі бүктейміз да. Осылай түйреп аламыз. Осылай. Енді машинкаға барып тігіс тігейік. Тура осы сызғанымыздың үстінен тігеміз. Осылай тіктік. Енді астармен жібітті реңін ауыстырамыз да. Дәл солай 1,5 сантиметр енмен астарды да сосын үстіде тігіп шығамыз. Мына енді велюрды үтіктеп қойдық, мына көріңіздер. Тігіп үтіктеп қойдық. Сосын мен мынау драп матаны да тігіп үтіктеп артығын қырқып тастадым да, қалыңдық береді, сондықтан мен қырқып алып тастадым. Енді қараңыздар, мына оң бетін, оң жағын, сосын мынаны үстін былай қоямдағыны, осылай түйрегіштермен мынау арқасындағы тігісін қойып, осылай түйреп аламын да, осылай түйреп шығамын. Бағана айттым, бұл шерсть матаның орнына, драп матаның орнына
кез келген синтепон матада болады. 1 жарым метр синтепон алсаңыздар, әдемі қажекей болып шығады. Сырып тіккен кезде томпа болып әдемі болып шығады. Осылай айландыра, осылай түйреп шығасыздар. Осылай түйреп шығасыздар. Түйрегіштермен. Кейінен қалай жатқан болса, осылай түйреп шығамыз. Артық шықса шыға берсін. Пішкенде бірдей болды ғой, енді артық шықты деп соған бола алаңдамаймыз. Артық шықса шыға берсін. Кейін кейбір маталар үтіктеген кезде отыратын несі бар өзі. Міне енді мына бетін түйреп шығам. Енді бүйтеміз. Бәрін мына жақтан, мына ортадан бастап, сосын мына жерге дейін сызамыз. Ұзын сызғыш алайын. Сызғышпен осылай мына бұрыштан мына бұрышқа дейін сызып шығамыз. Аралығын бір 5 сантиметр жасайық. 5-6 немесе болады. 6 жасайық онда. Мынаның аралығын. Бір 2-3 жерден өлшесеңіздер, өзі шығатты. Осылай сырып тігіп аламыз. Өте жылы, әдемі қажекей болып шығады. Сосын мынаның да аралығын осылай 6 сантиметр сызып аламыз. Одан жақындау жасайым десеңіздер, ол да болады. 3 сантиметр сайын болса да болады. Әдемі шығады. Бәрін сызып аламыз. Кейінен тігін машинамен осылай сырып тігетін боламыз да. Кейінен екінші бетін тігіп аламыз. Сызып шығамыз. Ромбик болады негізі. Осылай. Міндетті түрде егерде 6 беретін болсаңыздар, бүкіл жер 6, бір беті 6, бір беті 5 сантиметр олай болмайды. Мына жақтарды да өстіп түйреп алыңыздар. Мына толық бәрін әр 6 сантиметр сайын сызып шықтық. Енді машинкамен тігіп шығамыз үстінен. Қолны осылай. Тура үстінен тігіп шығамыз. Қанша сызып шыққан болсақ, осының бәрін осылай тігіп шығамыз. Енді сызған жерін бәрін сызып тігіп шықтым үстінен. Енді дәл солай мына бұрыштан енді ромбик істейміз дедік қой. Енді мына жер мына жақтан басталды ғой, мына тігіс мына жақтан басталды ғой. Осы жерден бастап мына бұрышқа дейін, осылай сызып шығамыз. Сосын оны да осылай аралықтары 6 сантиметр болу керек. Осындай 6 сантиметр аралығымен. Бұны да осылай сызып, машинкамен тігіп шығасыздар.
осылай сызып тігіп шығасыздар 6 сантиметр сайын, иә? Көрдіңіздер ма? Бұны да дәл солай тігесіздер, сонда сондай ромбик болып шығады. Мына қараңыздар, бәрін сырып тігіп шықтым. Мына жерден жіптен көрінеді. Мына жерден онша көрінбейді, түстес жіп болған соң. Енді осының үстінен үтіктеп шығамыз. Пармен үтіктеп шығамыз. Велюрді басуға болмайды, велюр жылтырап қалады. Міне. Енді не істейміз? Мына жердегі артық шыққан деформация болып кеткен ғой, тіккен кезінде. Сол кезде текстеп аламыз. Артықтарын қырқып, текстеп шығамыз. Бағана айттым, иә, осы жер жалпы мынау шерстің орнына синтепонда болады. Синтепон болса, одан да әдемі. Мына жерлер пушистый болып, воздушный болып тұрады да. Мына жақтан артық шыққан жоқ. Мына жерден кішкене мына қолтығы жақтан шығып тұр, соны реттеп аламыз, е. Осылай реттеп шығамыз. Мына жерден де мына кішкене артық шықты. Мына жақтан осы артық жерді қырып тастаймыз. Енді бізде бәрін сырттен мына астарды үстінен осылай қоямыз. Астарды бағана біз тігіп, үтіктеп, дайындап қойдық. Енді осылай арқасындағы тігісінен түйреп дайындап аламыз осылай. Бәрін түйреп шығасыздар бұны да. Астардан жабық болады да жалпы. Артқы тігісіне артқы тігісін келтіріп, осылай жату керек та жалпы. Түйреп аласыздар. Мына осылай түйреп тастадық, бәрін дайындап. Енді оң қаратқан кезде артық шықса шығып кете берсін. Себебі мата кішкене сырып тіккен кезде кішкене жиналады да. Бұл жилет өзі 5-6 жаста қыздарға немесе жігіттерге арналған. Енді осылай шетімен, машинкамен айландыра тігіп шығамыз. Лапканың бойымен. Мына қалай мата жатқан болса, осылай тігеміз. Мына жерге келгенде 90 градусқа бұрылып, мына жақтың бәрін біз лапканы бойымен тігіп шықтық. Ал мына жақтан, мына көрдіңіздер ме? Мына жерден астар кішкене тігілмей қалған, я? Мен мына жерде есімен шығып кішкене тіккен екен. Мына осы жерді бұлай ашамыз да. Енді арқасын алдына иықтан қосамыз. Осылай қосатын боламыз да. Бірақ та мына астарды бұлай түріп қоясыздар. Астармен бірге емес, астардан бөлек иықты қосатын боламыз. Мына жерді біріктіресіздер да.
Сосын барып мына жерді біріктіресіздер. Тіккен кезде, мына көрдіңіздер ме, 1 сантиметрде үлкендеу да арқасы. Осыны арқасында жауырыны бар ғой, кішкене болса да, тіккен кезде осы жерді тартып барып тігетін боламыз да. Сонда ол арқасындағы жауырынға қонатын болады. Мына жерде де дәл солай жасайсыздар. Сосын мына жерді осылай түйреп шығамыз. Лапканы бойымен тартып барып тігеміз. Мынан түріп аламыз да, астарды қосып тіктейміз. Мына 1 сантиметр енімен кішкене тартып барып тігеміз. Кейіннен осыны тік болғаннан кейін жіптерін қырқып аламыз ғой. Кейін астарды да дәл солай қосамыз. Сонда мына қараңыздар. Осы жерді. Мына жер былай болып тұр, я. Кейіннен дайын болған кезде мынаның бәрі астар осылай тұру керек та, мына жалпы. Мына тігіс астында қалып қояды, мына тігіс. Сонда тігіп болған кезде өздеріңізге көріп аласыздар. Тігіс жалпы осылай тұру керек. Сол кезде таза болады да. Енді осылай түріп алғаннан кейін теріс қарап аударасыздар. Сонда осылай тұрады. Көрдіңіздер ме? Осылай тұрады. Сосын қойып, осылай тігіп аласыздар. Түйрегішпен қадаласаңыздар да болады. Бұл да кішкене 1 сантиметрде үлкендеу болып тұрады. Сондықтан бұлай тартып барып тігеміз осы жерді. Осылай болып тұрады да ішінде. Осылай таза болып тұрады. Тігістің бәрі іште болады да. Кейіннен барып түйрегішпен түйреп осы жерді. Кейіннен үтікпен үтіктеп аламыз да. Мына ішіндегі мына тігісі ашық тұру керек. Етіміз почти дайын. Осылай тігіп шықтық айландыра. Мына бәрін лапканың бойымен, мына жақты да бәрін лапканың бойымен тігіп шықтық. Енді бізде мынандай астарлар артық шықты, я. Осының бәрін тазалап, артықтарын қырқып шығамыз. Осылай. Қырқып шығасыздар. Міне мына жерде де. Осылай артықтарын қырқып шығамыз. Етегін полный тігіп шығасыздар. Осылай қырқып шығасыздар. Енді қолтық жағынан да осылай артығын. Қанша астар шығып тұр. Осының бәрін қырқамыз. Мына жерде бір 0,2 артық шығып тұр. Осылай тазалап шығамыз. Одан кейін мынандай атласный лента аламыз деп айттым, я. Осындай атласный лентаны біріншіден етек жағын түйреп шықсаңыздар да болады, түйремесеңіздер де болады да. Осылай ашып түйреп алыңыздар. Кейіннен тура мынау
өзінің қайрылған жері бар емес па? Тура қайрылған жерінен тігеміз мұны. Мұны қалай жатқан болса, тура мұны қайрылған жағынан мұны осылай тігіп шығасыздар, етек жақтан. Осылай тігіп, кейіннен осылай қайырып тігеміз. Сонда осылай таза болып шығады. Егер де мына жер қалыңдық болып жатса, қалың болып жатса да мына жер, мына кішкене мына қалыңдықты қырып тастаймыз да. Сол кезде бірдей әдемі қайрылып тұру керек. Қолмен сезген кезде, сосын мына түйрегішпен түйреген кезде, мына көктеп аласыздар ғой да, көктеп аласыздар, тігіп аласыздар. Мына кішкене артық болып шығып тұру керек та, лента. Осылай тігеміз. Мен қалың болып тұрған жерін қидым да, мына бүктеген кезде осылай бірдей әдемі болып шығу керек. Соны реттеп алдым. Енді бәрін түйрегішпен түйреп алам. Міне көрдіңіздер ме? Осылай түйрегішпен түйреп. Сіздер қол инемен, түйрегіш жоқ десеңіздер, қол инемен тігіп алсаңыздар да болады да. Қолмен осындай тігіп алсаңыздар, әдемі шығады. Кішкене мына жер қалыңдық болып жатыр. Тағы да қырып тастаймын. Осылай сіздерде егер қалың болып жатса, мына жерден ине кірген кезде мұны екі тігістің ортасында, көріп тұрсыздар, мына жерден шықтыру керек та лентадан жалпы. Сол кезде білесіздер, қалың емес екен. Міне, инені кіргізген кезде шығу керек та. Сол кезде арғы беттен тіккенде қалып қоймайды лента, тігілмей. Мінекей, осылай міне бәрін түйреп шықтым. Енді мынаны мұқият қараңыздар. 0,1 тігіспен 0,1 мына үстінен, лентаның үстінен тігем. Лентаның үстінен болмаса да, мынаның арасынан тіксеңіздер де болады. Сол кезде егер де қисық болып қалса, ренжімейсіздер де, былай тіксе де болады міне. Немесе лентаның үстінен 0,1 тігіспен де тігуге болады да. Сонда мұны қараңыздар, бұяқта тігіс көрінбейді, жоқ тігіс. Ал мына жақта лентаны міне тігіп шығып жатыр.
Міне етегі дайын болды. Артық жіптерімізді қырқып отырамыз. Мына етегі дайын болды. Енді айландыра дәл осылай істеп, айландыра мына жақты да дәл солай тігіп шығамыз. Мына жерді кішкене былай қалдырамыз, мына жақты. Дәл осылай лапканың бойымен тура солай лентаны айландыра жағасын, қолтығын дәл осылай тігіп шығамыз. Осымен біздің керемет қажекейіміз дайын болды. Міне ішін, сыртын бәрін тігіп алдық. Енді осындай петля тігеміз. Дәл осындай бейканың өзінен осылай түйреп аламыз да, осылай тігіп шығамыз. Біріншіден осылай жатқызып аласыздар. Кейінен осылай тігіп шығасыздар. Міне сәл. Кейінен мына жіптердің бәрін қырқып алып тастап, түйрегіштерді алып, түйрегіштерді аламыз дағыны осылай түйреміз. Осылай. Сол кезде мына түйремесек те болады. Мына былай не қыламыз ғой, қайырамыз ғой, бері қарай, сыртқа қарай. Сыртқа қарай қайырып болғаннан кейін осындай екі тігістің ортасына бүйтіп тігіп шықсаңыздар да болады. Сонымен артық жіптерін бәрін қырқып тастаймыз. Осымен қажекейіміз дайын болды. Артық жіптерін бәрін тазалап тастаймыз. Осымен қажекейіміз дайын болды. Мына жерге әдемі түстес келетін түйме қойбасаңыздар да болады міне. Немесе түстес түйме болмаса, осындай велюрді, осындай бір түймемен қаптап, үстінен тігіп қойсаңыздар болады. Сонда түстес түйме болады. Осымен қажекейіміз дайын болды. Осы жерін қайырып барып тігесіздер осы жерін.